Қылмыстық қолма-қол ақшамен айналысатын фирмалар тауарларды сатпайды және қызмет көрсетпейді, бірақ қаражатты заңсыз айналымға шығару үшін жалған құжаттар жасайды. Олар салық төлемейді, осылайша мемлекетке және кәсіпкерлерге зиян келтіруде. Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің барлық өңірлерінде қаражатты қылмыстық жолмен қолма-қол ақшаға айналдыру деректерін жолын кесуде. Агенттіктің Павлодар облысы бойынша аумақтық департаменті жалған шот фактураларды жазып беру дерегі бойынша Павлодар қаласының тұрғыны Шипилаға қатысты қылмыстық істі аяқтады. Ол бұрын сотталған Колесниковпен алдын ала сөз байланысу арқылы 3 жыл бойы жосықсыз компанияларға салық төлеуден жалтартуға көмек көрсеткен. Заңға қайшы схемаға ол бақылауындағы Призма Плюс, Connect Group және Солмир 3 жалған фирмасын қатыстырған. Осылайша мемлекетке төленбеген салықтар түрінде 500 миллион теңгеден астам сомаға залал келтірілді. Қылмыс жасаушы 4,5 жылға бас бостандығынан айырылды.